Сәлем достар, бүгінгі түс шору шығарылымында жануарлар неге түске кіреді? Түс шоруды бастаудан алдын ең алдымен каналыма тіркеліп және видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Жануарлардың барлығы қорқыныш пен қиындықты білдіреді. Мысалы түрі тұрпайы болса, алдыңыздан шығатын кедергілер өте қиын болады, немесе тым қатты үрейленесіз. Хайуанаттар бағын көру, саяхат немесе белгілі адаммен кездесу. Сөйлейтін аңдар жақсы хабарды білдіреді. Жануарларды тамақтандыру пысықтық немесе алдауға. Ал аш жануарлар қоршаған адамдармен қарым-қатынасты бейнелейді. Жалғыз басты адам түсінде экзотикалық жануарларды көрсе, жақын арада қиялдаған адамын кездестіреді. Тойған, бақытты үй жануарлары үйлесім мен махаббатқа толы отбасының нышаны. Ауру және бақытсыз аңдар ұрыс пен ұсақ-түйек жанжалдарға. Циркте өнер көрсететін хайуандарды көрген адам жан-жағына мұқият болуы керек, себебі ол ғашығының екіжүзділігін біледі. Оның сізге деген көзқарасы көрнекі және жалған болуы мүмкін, бірақ сіз бұл туралы тым кеш білесіз. Ал сүйіктісімен жанжалдасқан адам жабайы жануарларды түсінде қолға үйреткеннен кейін ғашығымен қайта табысады. Қолға үйретілген аңдар ескі доспен табысу. Жабайы аңды аулағаныңызды түсіңізде көрсеңіз, біреумен жанжалдасасыз. Үй жануарларын ауласаңыз, онда жақын арада жаңа дос немесе махаббатыңызды табасыз. Егер сізге жабайы жануарлар шабуылдаса, тұзақтардан сақ болыңыз. Достар, осыменен бүгінгі түс шору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.